Осы Мақат ауданынан хабарласып тұрған жайым бар. Мен осы жерлерге таратсаңыздар. Атырау облысы Мақат ауданы Набира Шағыра көшесі 18 үйліктің екінші корпусы 9-шы пәтерде тұрам мен өзім. 3 баланың анасымын, өзім жалғыз бастымын. Жолдасымнан ажырасқанбыз. Ешқандай көмек алып отырған жоқпын жолдасымнан. Балдарды өзім бағып отырмын. Енді айтайын деп тұрам, ескі үйлер списание шығармай тұр бұл үйлерді. Қанша мен ауыстырдым, күйіп кете береді. Тоқтар слабый, потому что ертерек салынған үйлер ғой енді бұлар дейтін. Мына жерде жарларымыз уже құлап жатыр. Мына қараңыз, іргенің бәрі құлап жатыр менде дейтін. Кірмашия қоссам, Аристонды айтсайым, Аристонды қоссам, жаңағы кірмашияны айрам. Осындай үйді, осы апатта үйлерді неге или біздерге жаңадан үй салып ауысып бермеске? Біздер мына үйде қашан тұрамыз? Мен балдарым үлкені 9 оқиды, 8 оқиды, 4 оқиды. Қызым бар, 2 ұл 1 қыз менде. Енді біздерге үй салып берсе басқа жерден, осы Мақаттың ішінен, мына үйді списанияға шығарса, сондай үміттеміз. Даже көршілердің үйіне күшті қылып ремонттаған. Мен жалғыз басты болғасын, мен енді жеңілдеп ремонттадым, мен майлап жаңағы не істеп. Көңіл сонда да құлап жатыр. Көршінің үйінде де тоже сондай майла жақсы ремонт жасаған. Бірақ андай не, тоже іргесі құлап жатыр бәрін. Маған қарсы 7-ші квартира, ол вообще іші дейтін не болып жатыр андай. Апам топан болады, короче, ішіне кіретін, тұратын адам сияқты емес, адамдар жоқ та бұл үйде тұрмайды да. Соны қаперіңізге алсаңыздар, бізге жаңа үй салып берсін, 18, бізде 5 үй бар. На Старый Мақатта 5-18 үй бар. Бәрі ескі. Біздерде вообще футбол да жоқ. Футбол жоқ вообще. Жерден жексен болып жатыр үйіміз дейтін почти. Көмектегіңіз болса, бір жерлерге жіберіп. Атырау облысы Мақат ауданынан хабарласып тұрмын. Есім Утарбаева Бибігүл.